Небәрі бір сағаттың ішінде бар болғаны 10 мың теңгеге ескі есігімді жаңадан шыққандай есікке айналдырып алдым десем, сенбеуіңіз мүмкін. Бірақ мен осыны жасап көрдім, және де қалай орындалғанын толық айтып беретін боламын. Бірінші қадам, есікте тұрған әйнектерді шығарып алып тастаймыз. Бізге оның мүлдем қажеті жоқ, және де есіктің сыртында жабысып тұрған ескі обойды алу. Оны қолмен жұлқи беру қиын әрі көп уақыт алады. Бірақ мен өте тиімді лайфхак қолдандым. Обойды үтікпен немесе фенмен қыздырып алсаңыздар, жылу тиген кезде желімі тез жұмсарып, еш кедергісіз сөгіліп түседі. Осылайша мен уақыт пен күшті жақсы үнемдедім. Екінші қадам бізде бояу. Мен иісі шықпайтын, тез кебетін, үй ішінде қолдануға жарамды белый дом краскасын пайдаландым. Балалар болса да қауіпсіз, әрі қолдану тәсілі өте оңай. Кәдімгі щеткамен қабырға бояғандай ақ бояй бересіз. Есіктің әр беті тез боялады, және де мен бір рет емес, 3 рет бояп шықтым. Сол кезде біздің есігіміз әппақ болып шығатын болады. Қараңыздар, мен бір бетін краскілеп болғанымша, екінші беті тезірек кеуіп қалып отырды. Ал үшінші кезең бізде дизайн жаңарту. Мен әппақ лувер қолданған жоқпын. Оның орнына ені 25 см болатын сұр түсті лувер пайдаландым. Әр бөлшек әсері зор екенін түсіндім. Латунның алтын түстісін таңдадым, және де екі шетіне осындай латуннан жабыстырып, бәрін арнайы желіммен мықтап бекіттім. Желімі тез кебеді және де жақсы ұстайды, және де өзінің арнайы желімі болып жүреді. Соңғы нәтиже қараңыздаршы достар, есікті тану мүмкін емес. Дәл қазір жаңа фирмалық есік тәрізді көрініп тұр. 70 мың теңгеге жаңа есік сатып алғанша 1 сағатта уақытыңызды бөліп, бар болғаны 10 мың теңгеге осындай өзгеріс жасауға болады екен. Егер бұл ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркеп қойыңыздар. Парақшамда көптеген пайдалы ақпараттар бар.